Саламатсыздар ма, шебер ханымдар? Бүгін біз осындай әдемі сумка тігіп үйренетін боламыз. Күнделікке ұстауға ыңғайлы, ықшам, іші астарланған, фабричный сияқты. Сіздер де дәл осындай сумканы идеально болып шыққанын қаласаңыз, видеоны өткізбей толық қарап шығыңыздар. Құраққа шыт матасын қолдандым, алдын ала флизелин жабыстырылған, және де көздерімізге бұрыштарымызға биплекс матасы 4-4 см, лентамыздың ені 2,5 см. Құрағымызды тігіп бастаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші центрін табамыз, осылай сызып шығамыз. Енді біз осы көзімізді алып, дұрыстап ортасына центрға бекітіп аламыз. Одан кейін біз лентамыздың түгін аст жағына қаратып тігіп бастаймыз. Неге бір лентамыздың бір жағын тігіп алдық, екінші жағына түзеу тігіс түсіретін боламыз. Айналдырып, осы лентамызбен жұмыс жасап отырамыз. Неге бізде закрепка бере отырып, осындай әдемі бірінші блогымыз пайда болды. Енді біз көзімізді тігіп болғасын, бұрыштарын тігетін боламыз. Неге төрт жағына бұрыштарымызды тігіп аламыз. Бұрыштарымызды дұрыс шығу үшін угылдарын угылға қойып, сәйкестендіріп, барлығын өзінің орнына қойып тігетін боламыз. Мінекей бұрыштарымыз тігіп болдық. Енді үстінен тағы бір блок тігетін боламыз. Неге құрағымызды тігіп болдық. Размері 10-10 см шықты. Артық жерлерін біз қиып алып тастаймыз. Дәл осындай құрақтан бізге 17 штук қажет болады. Бөлшектерді, құрақтарымызды осындай әдіспен қойып шығатын боламыз. Неге бөлшектерімізді қойып болдық. Енді рядымен тігіп аламыз. Бірінші ряд, екінші рядты тігіп аламыз. Содан кейін үшінші рядты, сосын төртінші және ең соңғы бесінші рядты біріктіріп тігіп аламыз. Мен мінекей тігіп алдым. Енді сол рядтарымызды бір-біріне қосып тігетін боламыз. Рядтарымызды бір-біріне тіккен кезде құрақтарымыз бір-біріне келіп тұру қажет. Дайын болған құрақты біз үтіктеп аламыз. Одан кейін осындай фетрге қойып сызып шығамыз. Фетрдің бұл жерде түсі маңызды емес, әртүрлі түсте қолдана берсеңіздер болады.
Мінекей біздің сызғанымыз дайын болды. Осыны енді қиып аламыз. Және де бізге фетрден 2 қиынды қажет болады. Оның ұзындығы 43 сантиметр, ені 0,5 сантиметр. Келесі біз осындай паутинаның көмегіне жүгінетін боламыз. Бұл жерде фетрімізге паутинаны қойып, үтікті баспай, тек парын шығарып тұрып клейлеп аламыз. Үтікті үстіне басып қоймаңыздар. Мінекей біздің фетріміз дайын болды. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Астарлыққа бізге атлас матасы қажет. Бұл менде тығыз атлас матасы. Осы атлас матамызды жаямыз да фетрімізді үстіне қойып шығатын боламыз және жақсылап тұрып үтіктеп аламыз. Мінекей енді үтіктеп болғасын біз фетрімізді қиып аламыз. Қиып алғасын осылай оң жағынан тағы да үтіктеп аламыз жақсылап тұрып. Жақсылап үтіктеп болдық. Енді біз осылай бұрышқа келіп сызып аламыз. Сыз болғасын біз осы фетрімізді сырып тігіп алатын боламыз.
мінекей біздің сумкамыздың іші де сырты да дайын болды. Енді біріктіретін боламыз. Бұл жерде видеода көрсетілгендей бір құрағымызды тек бір-біріне жалғап тігіп аламыз. Тігіп болғасын мына біздің бір ғана углын сол құраққа біріктіріп аламыз. Бір жағын тігіп болдық. Мінекей дұрыс жағын айналдырғанда осылай шығып тұр. Енді екінші жағын тігетін боламыз. Ол үшін дәл жаңағыдай іш жағына аударып сумкамызды бір ғана құрағымызды тігіп аламыз. Бірақ углын жалғамаймыз. Мінекей біздің сумкамыз дайын болды. Дәл осылай біз іш жағында тігіп шығамыз. Мінекей біздің сумкамыздың астары дайын болды. Соған біз құрағымызды дұрыстап ішіне саламыз, қолымызбен көмектесеміз, углдарын дұрыстап шығу үшін. Дұрыстап болғасын біз шашағымызды қоятын боламыз. Шашақ қойған жеріміз арты болып есептеледі. Біз шашағымызды түйреп алдық, енді тігіс түсіретін боламыз. Тігісімізді дөңгелек қылып емес, углын шығарып тігіс түсіреміз. Және тігіске жеткізбей тіліп шығамыз, осылай видеодағыдай. Мінекей сумкамыздың екі қапталын тігетін боламыз енді. Сізде осындай значогыңыз болса тігіп шықсаңыз болады, болмаса просто тігіс түсіресіздер. Осылай екі қапталын тігеміз. Тігіп болғасын сумкамызды оң бетіне айналдыратын боламыз. Ақырындап айналдырамыз, жай-жайдан, асықпай. Углдардың барлығын шығарамыз, қолымызбен көмектесеміз.
мінекей фетрді осылай машинкамызбен жүргізіп тігіп аламыз, құрағымызды көктеп тігіп шығамыз. Мастер-класстың көп болып шыққанын қаласаңыздар, каналыма тіркеліп лайк басып мені қолдауға ұмытпаңыздар. Сумкамыздың ручкасын дайындайтын боламыз. Ұзындығы 43 сантиметр, ені 8 сантиметр қылып қиып алдым. Енді біріктіріп тігіп аламыз және оң жағына қаратып үтіктеп шығамыз.
мінекей ручкамыз дайын болды. Енді жоғары жағынан және астқы жағынан 5 сантиметрден тастап кетеміз. Манағы фетрден қиып алған қиындымызды ортасына салып тіке тігіс түсіретін боламыз. Ручкаларымыз дайын болды. Енді біз түстес жіптер саламыз. Астқы жағына сары жіпті саламыз. Жоғары жағына қоңыр жіпті салып, ручкамызды тігіп шығатын боламын. Бұл жерде ручканы видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып тігіп шығасыздар. Ең соңында мен осындай брош тасты тігіп шығамын. Ине жіппен бекітіп аламын.
өте әдемі ерекше сумкамыз дайын болды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламатта болыңыздар.